Сырым Мүсіреп Ақтөбенің тумасы. Қазіргі уақытта ол Қазақ ұлттық өнер университетінің 4-ші курсында оқиды. Өнердегі кеңістікте шекара болмайды. Өзінің тума талантымен жаста болса мүсін жасау мен кескіндеме өнерін қатар алып жүрген Сырым, ол 2007 жылдан бастап республикалық халықаралық көрмелерге, байқауларға белсене қатысып, жүлделі болған. Мүсін мен форманы көрсетем, ал кескіндеме мен бейнені көрсетем. Ол мәселе құралды қалай қолдана білуіне байланысты. Формат өзгеше, бірақ керекті форматты алып, оны жеткізе білуім. Көлемді станокты мүсін, ұсақ пластика, рельефті мүсін түрлерімен жұмыс істейді. Түрлі туындылар жасау үшін ол тас, ағаш, гипс, металл сияқты түрлі материалдарды пайдаланып, үйлесімді біріктіре отырып, оларды бірыңғай композицияға айналдырады. Алдарыңызға ұсынып қойған бұл эскиздік жобалар барлығы, ал нақты жұмыстардың барлығы көрмеде. Көрмеде көрулеріңізге болады. Көрме туралы, оның ерекшелігі туралы айтып берсеңіз. Жеке шығармашылық көрмем. Тақырыбы жаңа көзқарас деп аталады. Бұл енді жаңа жастардың, жаңа замандағы жаңа көзқарасы. Сіздің таңдаған тақырыптарыңыздан бір ерекшелік байқалады. Сенім, адам айнасы, екінші болма. Тақырыптарды жалпы қалай таңдайсыз? Бұл картинада тақырып бар. Бұл өмір жолы. Адамның жүріп өткен өмір жолы. Әр қырлы, әр саналуан қиындықтарына, шытырман оқиғаларына, бақыттарына бәріне де мұнда көз тастап жүгіртуге болады. Оның ағы бар, қарасы бар, көлеңкесі бар, жарығы бар, ыстығы бар, салқыны бар. Ал осы жұмысты көрсетуіміз бұл бізде әлемнің сан түрлі бояуында деп аталады. Бұл жұмыс қазіргі 21 ғасырдың үлкен енді мүмкіндігі мен проблемасы қатар көрінетін осы жұмыста. Бұнда материализация мен ақпараттың дәуірі айтылып тұр айқын, бірақ адам руханилығын жоғалтпау керек. Жас суретшінің туындылары өзіндік стилімен ерекшеленеді. Көрмеде шебер ұлттық нақыш пен абстракционизмді байланыстырған 30-дан аса туындысын көпшілік назарына ұсынып отыр. Жан қалауы мен көкейде жүрген ойларын шығармашылық арқылы жеткізіп жүрген талантты жастың көрмесі бір ай бойы өзі оқитын университетте көрсетіледі.